Бірде мемлекет басшысы мен 2017 жылдан бастап жаңа жоба баршаға арналған тегін кәсіптік техникалық білім бағдарламасы басталатын жариялаймын. Үкіметке оны жасауға кірісуді тапсырамын деді. Сонымен елбасының берген тапсырмасын жалпы техникалық мамандықтарға жастардың қызығушылығын байқайық деген ниетпен Халықаралық кәсіптік Тұран профи академиясына қарасты 2012 жылы Астана қаласында ашылған Тұран профи колледжіне бас сұққан едік. Каким образом происходит? Это очень важный момент открытия и закрытия дверей. Они должны усвоить, что сначала портал лифта должен открываться, потом портал кабины. И какой-то доли секунды там между ними, чтобы человек не выпал оттуда. Вот. Мектепті бітірген түлек бірінші мамандығын тегін алатын болады. Қазақстанның жас азаматтары білімді, еңбекқор, бастамашыл болуы тиіс. Жұмысы мен сұранысы бар өңірге батылдықпен бару керек. Егер шеберліктің шыңына жете білсеңіздер, мамандықтың бәрі жақсы. Қазір техникалық мамандық ғылым мен инновацияның заманы. Бүгінгі жасалған жағдай жастар болашағы деді президент. Лифт шаруашылығы және эскалаторлар бойынша Астана лифт, Қазтехимпортінес, Астана лифт сервис жаңағы кәсіпорындарын атауға болады. Осылардың ішінде Астана лифт кәсіпорыннан бізде мемлекеттік емтиханға жыл сайын төрағалық ететін Құттыбаев Нұрлан Сасенбаевичті атап өткім келеді. Себебі ол кісі өте осы тәжірибе жұмысына да, осы біздің колледждің басқа жұмыстарына да өте белсенді өзінің жаңағы үлесін қосып келе жатыр осы 4 жыл ішінде. Сосын жаңағы Астана лифт сервис жаңағы кәсіпорын атауға болады. Зелюкин Александр Сергеевич. Сосын жаңағы Хлевнюк Виталий Витальевич, Қазтехимпортінестің директоры, осы біздің студенттердің тәжірибеден, сапалы түрде тәжірибеден өтуіне өз үлестерін қосып келе жатыр. Қазір мен лифт шаруашылығында, яғни лифт шаруашылығында біздің диспетчер мамандығын оқып жатырмыз. Ең біріншіден бұл технический мамандық болғандықтан мен таңдадым. Себебі бізде Қазақстанда өте дамып жатыр оға техникалық мамандықтар. Сол себепті мен осы мамандық таңдадым. Келешекте үлкен болашағы бар мамандық. Өмірдегі мақсатым әрине ең үлкен белестерге шығып, жақсы оқып, ата-анамның үмітін ақтау. Кәсіптік білім міндетті түрде қажет. Өйткені біздің елімізде қазір қолмен жұмыс істейтін азаматтар азайып баратыр. Сондықтан да кәсіптік білімге біздің елімізде көңіл көп аударылды. Сол білім алуға көп гранттар бөлініп жатыр. Мысалы біздің осы өзіміздің бүгінгі оқып жатқан колледжімізде 100 балаға жұмысшы мамандығына грант берілді. Колледжде жаңа үйреткен мұғалімдердің білімін біз жаңа өндірістік орындарда соны әрі жетілдіріп жатырмыз деп ойлаймын. Көбісі жаңағындай қара жұмыс істегісі келмейді. Көбісі жаңағындай кабинеттерде отырғысы келеді, бұндай тұрғын үйлерде жұмыс істегісі келмейді олардың. Негізі біз кейде заңгер, экономист және тағысын тағы басқа мамандықтар таңдаймыз. Бірақ қолға диплом тиген соң жұмыс таппай қиналатынымыз да бар. Сөзіміздің әлқисасы барды бағалап, халыққа қажетті мамандықты игеріп, болашағымыздың жарқын болуына неге атсалыспасқа деген сұрақпен бүгінгі жұмысымызды аяқтайын. Сәния Сүлеймен, Нұрсұлтан Ескендір, білім айнасы үшін Астана қаласынан.